балалар? Балалар, қане орнымыздан тұрып, жылулық шеңберін жасап алайық, иә? Жылы жайда жасыл бақ, көкөніс өсер жайқалып. Ал балалар, сендер бақшада өсетін көкөністерді білесіңдер ма? Иә. Қандай көкөністер өседі? Жарайсыңдар. Сіздер біледі екенсіңдер бақшада өсетін көкөністерді, иә? Ал балалар, осы бақшада өсетін көкөністерді суық күнде де өсіретін арнайы орын бар екен. Ол орын жылыжай деп аталады. Балалар, жылыжай дегеніміз арнайы пленкамен немесе шынымен қапталған көкөністерді, өсімдіктерді өсіруге арналған жылы орын екен. Балалар, жылыжайға саяхатқа шыққыларың келе ма? Олай болса, мынау сиқырлы таяқтың көмегімен біз қазір жылыжайға аттанамыз. Қане көзімізді жұмамыз, қане, жұмамыз, ал көзімізді ашамыз. Сәлеметсіз бе, Бағбан ағай? Сәлеметсіздер ме? Жылыжайға қош келіпсіздер. Бағбан ағай, жылыжай не үшін керек? Өсімдіктерді суықтан қорғайды, күннің жылын сақтайды. Көкөністер тез өседі. Қыста да өнім алуға болады. Жылыжайда қияр, қызанақ, салат жапырақтары және басқа да көкөніс түрлері өседі. Балалар, қараңдар, мына жерде қаншама түрлі көкөністер бар. Балалар, көрдіңдер ме? Бағбан ағай көкөністерді күтіп баптап өсірді. Сондықтан олар әдемі болып өсіп тұр. Балалар, біз Бағбан ағаймен бірге жылыжайды тамашаладық. Бағбан ағай бізді жылыжайдағы көкөністермен таныстырды. Бағбан ағайға көп рахмет айтамыз. Рахмет балалар, келіп тұрыңдар. Рахмет, Бағбан ағай. Балалар, эко-бақша дегеніміз химиялық қоспасыз, табиғи өнім өсіретін бақша екен. Балалар, біз де өзіміз қолымыздан тұқым сеуіп, бақша өсіріп бақылап көрейік, иә? Балалар, бүгін біз сендермен жылыжайға дәм егетін боламыз. Қараңдаршы, ол үшін бізге бірінші жылыжай, топырақ, су және дәм керек болады. Қазір біз бірінші жылыжайды алып, оның ішіне топырақ толтыратын боламыз, жарай ма? Балалар, енді біздер жылыжайларымызды топырақпен толтырып алдық, иә? Енді топыраққа дән егетін боламыз. Ол үшін арнайы шұңқыр жасап, осы шұңқырға бір түйір дәннен тастайтын боламыз, жарай ма? Енді қолымызға суымызды ұстаймыз. Суымызды жай себеліміз үстіне, жарай ма? Аз жақтан бөлінді. Ал балалар, енді дәндерімізді ектік, суымызды құйдық. Енді жылыжайымызда дәндеріміз жақсы шығу үшін оның арнайы қақпақтарын жауып шығамыз. Ал балалар, маған қараңдар, жылыжайды іске қосу үшін арнайы тоққа қосуымыз керек болады, балалар. Балалар, тоққа қосу үшін арнайы үлкендердің көмегін қажет етеміз. Үлкендердің көмегінсіз өзіміз қосуға болмайды. Сол үшін мен қазір сендерге өзім қосып беретін боламын. Ал балалар, біздер осы дәніміз өсу үшін күнделікті оған су шашып, өскенін бақылап отыратын боламыз. Ал балалар, біздің екі күн демалыстан алдын екен көкөністеріміз бүршін шығарды ма екен, не жағдай болып жатыр екен, бірге бақылап көрейік, жарай ма? Иә. Қазір бұл үшін біз ең алдымен жылыжайларымызды тоқтан ажыратып аламыз, жарай ма? Иә. Ал енді қақпақтарын ашайық, көрейік. Балалар, қазір біздің көкөністеріміз жақсырақ тезірек өсу үшін біздер оларға су себеміз. Ал балалар, біздер бақылап, суы құйып болдық, енді қақпағын жауып, қайтадан іске қосайық, иә?
бүгін біздің дәндерді еккенімізге 5 күн болған екен. 5 күнде біздің қараңдаршы, дәндер әртүрлі өседі екен, иә? Қияр, сызанақтарымыз жай өседі екен, иә? Әлі бұршақ толықтай шықпаған. Ал біздің редискамыз, салатный лист және басқа да көкшөптеріміз шығып қалыпты, иә? Жарайсыңдар, қазір біз тағы да оларға су құйып қоямыз. Ал балалар суды себелеп жай құятын боламыз, жай ма? Ал балалар енді қақпақтарын жабайық, иә? Жылыжайымызды іске қосайық, иә? Тағы да өссе бақылай береміз, иә? Сендерге ұнады ма, балалар? Ал балалар, біздің еккен көкөністеріміз бен гүлдеріміз шығып қалыпты, иә? Енді бұларды ары қарай өсіп, бізге жеміс беру үшін, әдемі болып гүл ашу үшін жеке-жеке ыдыстарға отырғызуымыз керек, жарай ма? Ал балалар, бірінші біз пиязаларымызды отырғызып алайық, иә? Бұл үшін алдымен мен су шашып, жіберіп сендерге алып берейін, жарай ма? Көшетті аламыз онына. Көшетті аламыз. Соңына жайып отырғызамыз. Топырақтың бетін жабалым. Ал балалар, біздер тәжірибелік жұмыс жасап шаршаған болса, орнымыздан тұрып, қане бойымызды сергітіп алайық, иә? Айсыңдар балалар, бойымыз сергіп қалды ма? Балалар, есікті біреу қағып тұрған сияқты. Бізге қонақ келген сияқты, кім келді екен? Балалар, бұл табиғат ана екен, қараңдаршы. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Балалар, мен табиғат анамын. Көліктердің улы газдары, зауыттардың түтіндері мына ауланы ластап жатыр. Кәне балалар, барлығымыз видеороликтер ағаштардың пайдасы жайлы тыңдап көрейік. Сәлем балалар, біз ағаштармыз. Біз сендерге тек таза ауа ғана беріп қоймаймыз, бізден көп пайдалы заттар жасалады. Бізден үстел, орындық, есік, терезе сияқты заттар жасайды. Сонымен қатар қағазда бізден жасалады. Сендер сол қағазға сурет салып жазасыңдар. Кейбір ойыншықтарда ағаштан жасалады. Біз адамдарға үй салуға да көмектесеміз. Сондықтан бізді қорғаңдар, сындырмаңдар. Біз сендерге әрқашан пайда әкелгіміз келеді. Көрдіңдер ме, балалар? Ағаштың пайдасы өте көп екен, иә? Олай болса, балалар, мен сендерге мына қолымдағы көшеттерді сені тапсыруға болады ма? Жарайсыңдар, балалар. Ал балалар, бізге табиғат ана өзінің көшеттерін сені тапсырып кетті, иә? Ендеше қазір шығармашылық ортаға барып, біз осы көшеттерді баптайтын боламыз, жарай ма? Ал балалар, сендер ағашты құрт-құмырсқадан қорғау үшін қазір түбін ақтайтын боласыңдар. Арнайы қылқаламның көмегімен, ақ түсті бояумен бояймыз. Ағаштың діңін ақтайтын болсаңдар, оған құрт-құмырсқа жоламай, ол көп жеміс беретін болады. Балалар, қылқаламды пайдаланғанда аузымызға салмаймыз, көзімізге тигізбейміз, қауіпсіздік ережесін сақтайтын боламыз. Балалар, сендер ермексазда гүл істейтін боласыңдар. Ағаштың әрбір гүлі балалар бізге жеміс береді. Ермексазды қолданған кезде аузымызға салмаймыз, қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Ал балалар, біздің жасаған ағаштарымызға гүлдеріміз әдемі шықты, иә? Енді осы гүлдерімізді көрмеге апарып қояйық. Ал балалар,
сендер жеріміздің түбін қопырсытып, арамшөптерін жұлып, оларға су құйып, бақшамызды баптайтын боласыңдар, жарай ма? Арамшөптерді жұлған кезінде көзімізге абай боламыз. Біздер ағаштарымызды күтіп баптап болған болсақ, бағбандарымызға барып, жемістерін жинау, ағаштардан жемістерін жинауға, көкөністерін жинауға көмекке барайық, иә? Қолымызды ашамыз, да? Қандай гүл? Анау. Ал балалар, бүгінгі әрекетімізде біздер не істедік? Бау-бақшаға көшет отырғыздық, ағаштарға гүл жапсырдық, және бағбандарға көмектесіп, оларға жемісін бердік, иә? Және де біз сол жемістерді дүкенге өткізіп, ақша табуға болатын бөлдік, иә? Дүкенімізден жемістер сатып алдық өзімізге, және дүкенімізден гүлдер алдық, иә, анамызға беретін. Балалар, біз кішкентай бір көшетті отырғызу арқылы көптеген еңбек етіп, еңбектің нәтижесінде өзімізге қажетті ақша алдық, сол көшеттерден жеміс алып, өзіміз де жейтін боламыз, иә? Ал балалар, бүгінгі іс-әрекет сендерге ұнады ма?